1742 жылы Маңғыстауға ағыла көшіп жатқан түркмендерді тоқтату үшін Барақ Сұлтан, Табын Бөкенбай, Есет батырлар бастауымен қазақ әскері соғысқа аттанды. Кейін осы шайқастарда алған жарақатынан улы найза санына тиген екен. Бөкенбай батыр қайтыс болды. Ғасырлар бойы ауылы аралас жатқан қазақ пен түркмендер осындай шайқасқа түсердей қандай жағдай болды? Қазақтармен құда болып отырған түркмендер неге Маңғыстауға көз алартып шыға келді? Ендеше қазақ-түркмен соғысының сіз естімеген тарихын асықпай тыңдаңыз. Алдымен арнамызды күнде көріп қолдау білдіріп жүрген жандарға алғысымызды айтамыз. Ал тіркелмегендер болса арнаға тіркеліп лайк басып еңбегімізді бағалап қойсаңыздар. Ғасырлар бойы ауылы аралас жатқан қазақ пен түркмен халықтары 18 ғасырда бір-біріне шабуыл жасауды шығарды. Әрине соншама ғасырлар бойы тып-тыныш тату көршілер болып еді деп айту өтірік болар. Екі түрлі халық болған соң ара-тұра қақтығыстар болып тұрды, бірақ оның барлығы ұсақ шабуылдармен тоқтайтын. Алайда 18 ғасырда жалғыз қазақ жерінде емес, әлемдегі жағдайлар өзгере бастады. Отарлау үдерісі қарқынды жүріп, әлсіз халықтардың жерлері тартып алынып, тіпті кейбір халықтар тілімен қоса жер бетінен жойылып кетіп жатты. Бұл үдерістің салқын лебін қазақ пен түркмен халықтары да сезінді. Негізінен Хорасан деп аталатын Каспий теңізі мен Қарақұмды жайлап, Әмударияның жағасында көшіп қонып жүрген түркмендер 18 ғасырда Парсы елінен қатты қысым көре бастады. Бұл Нәдір шахтың жаулап алу жорықтарымен тікелей байланысты болатын. 18 ғасырдың зерттеушісі Рычков өзінің топографиясында түркмендер туралы былай жазады. Түркмендер қырғыз қайсақтармен аралас көшпелі халық. Олар Ембі өзенінің арғы бетінен қырғыз қайсақтар мекенінен бастап Каспий теңізін бойлай көшіп Парсы және Хиуа иеліктеріне дейін созылған аралықты жайлайды. Алайда олардың көшіп қонуымен жауынан жасырынатын ең жақсы орны Гурьев қалашығынан бастап жазық даламен жеңіл жүріп отырып 4-5 күнде жетуге болатын, әрі жолы да ауыр емес, Маңғыстау таулары деп жазған болатын. 18 ғасырда Каспий теңізі арқылы Маңғыстау түбегіне келіп кетіп жүрген орыс кемелері Хиуа, Бұхара хандықтары туралы құпия ақпараттар жинаумен болды. Түркмен тайпалары қазақтармен салыстырғанда саны әлдеқайда аз болатын. Рычков деген орыс зерттеушісі сол кезде егер қазақтармен соғыс басталса, түркмендер 10 000 әскер дайындай алады деп жазды. Түркмен жігіттері көбінесе Хиуа мен Иран шахтарының қол астында қызмет етіп, солардың жаулап алу жорықтарына қатысып отырды. Оларға қару-жарақ та Иран жері арқылы келетін. 1740 жылға қарай Парсы империясын қайта құрған Нәдір шах түркмендерді өзіне қосып алып, Хиуа хандығын тізерлетуді ойластырады. Осы кезде тыныш жатқан түркмендер Нәдір шахтың қысымымен Маңғыстауды мекендеп отырған адайлар жеріне ығысуға мәжбүр болады. Қазір әр бұрышта естіп алған әңгімесін білгіш сынып қазақтар тек жаумүттермен соғысқан, түркмендерді жаумүттер деп атаған деп қарсы пікір айтып шығатындар жеткілікті. Нақты тарихи деректерді зерттеп білмей жатып жүйкесі жұқарып бірден ашуланатындар үшін алдын ала айтып өтейін. Түркмендер бір ғана тайпадан тұрмайды және олардың бәрін жаумүт деп атамайды. Әрине, жер-жерге шашырап өз мемлекеттерін құрған түркмен тайпалары көп. Бірнеше мысал келтірейін сіздерге. Түркмендердің Қынық тайпасы атақты Селжұқтар империясының негізін қалады. Ақ қойлы, қара қойлы елдерінің негізін қалағанда түркмен тайпалары. Жаңа біз айтқан бүкіл Иранды бағындырып империя құрған Нәдір шах шыққан Афшар тайпасы да осы түркмендердің бір тайпасы еді. Ал қазіргі Түркменстанның негізін қалап отырған атамекендерінде қалған негізгі 5-6 тайпа ғана бар. Олар Теке, Ерсары, Сарық, сосын қазақтар жаумүт деп атайтын Маңғыстауға жақын орналасқан Йомут тайпасы. Сондықтан жалпылама түрде түркмендер мен қазақ халықтары арасындағы соғыс деп айтқандықтан неге Табын Бөкенбай, адайлар ғана соғысты, анау-мынау деп ашуланып ру тайпаларыңызды айтып бөлінбеулеріңізді сұраймын. Біз қазақпыз болды. Сонымен ғасырлар бойы түркмендер Хиуа билеушілеріне бағынды, ал сол кездері Хиуа жері қазақ ханы Әбілқайырдың немере бауыры Елбарыс ханның қарауында болатын. 1728-1740 жылдары Хиуаны билеген Елбарыс хан қазақтармен ешқашан қарым-қатынасты шиеленістірмеуді ойлайтын. Мұздай қаруланған Нәдір шахтың әскері түркмендерді тізерлетіп Хиуа жеріне басып кіреді.
Ираннан қысым көрген түркмендер енді барар жер басар тауы қалмағасын солтүстікке қарай ығысып Маңғыстауды иеленуге ұмтылыс жасайды. Алайда бұл аймақтар бос жатқан жерлер емес еді. 1740 жылы 11 қарашада түркмендер жасағы Хиуадан Арал иелігіне бағытталған Әбілқайыр хан әскеріне Шаба қаласы маңында шабуыл жасайды. Алайда қазақ әскері түркмендерді талқандап, мал мүліктерін олжа қылады. Осыдан кейін қазақ ауылдарына жақындай бастаған түркмендерге қарсы 1741 жылы жазда қазақ әскерін бастап Төлен Қалмақ жорыққа аттанып түркмендерді тағы да жеңіп шығады. Алайда қазақтардың бұл жеңісі ұзаққа бармады. Себебі түркмендер қазақ әскерімен соғысудың жақсы әдісін ойлап тапқан болатын. Бұл туралы 1741 жылы 12 маусымда Маңғыстау пристанына келген орыс капитаны Тебелев өз қолымен толтырған журналда былай жазып қалдырған: Қырғыз қайсақтар жылда бізге шабуылдап, малымызды айдап, кейде адамдарымызды тұтқынға алады. Себебі түркмендер бөлек-бөлек көшіп қонады. Сондықтан біз өлі қолтықтағы Қайрақылы тауына қарауыл қоямыз. Қырғыз қайсақтар жиналып келе жатыр деген хабар жетсе, мал жанымызбен тау басына шығамыз. Ол жерден олар бізді жеңе алмайды. Шабуылдаушылар кейін кеткен соң түркмендер оларды шауып кегін қайтарады деген жазуды оқуға болады. 1742 жылы үлкен ауқымды қамтыған қазақ-түркмен шайқасы болды. Бұл шайқас туралы ақын Тілеумағамбет Аманжолұлы Бөкенбай батыр жырында қазақ-түркмендер бұл соғысқа алдын ала дайындалғанын, түркмен батырлары Бөрі, Қахар, Қылыш, Бердоғлы қалың әскер жинап, түркмен батырлары еліне «Ай түркпендер, түркпендер, өткенде өткен заманда». Түркпеннің жері кең еді, кең екені шын еді. Жаулапты алып Шыңғысхан азайтып жерді кетіп еді. Бізден алған жерлері Аралдың бойы Қасарма, Қасармадан Төменай, Сам мен Матай дер еді. Сам мен Матайдан Төменай Маңғышлақ деген жер еді. Одан да төмен Каспий, теңізде Каспий дер еді. Әуелгі түркпен жер еді. Жайлап алған Шыңғысхан қазақ пенен Ноғайға еншің сенің болсын деп беріпте кеткен жер еді деп ұран тастап жорыққа аттанады. 1742 жылы Маңғыстауға ағыла көшіп жатқан түркмендерді тоқтату үшін Барақ сұлтан, Табын Бөкенбай, Есет батырлар бастауымен соғысқа аттанады. Кейін осы шайқастарда алған жарақатынан улы найза санына тиген екен. Бөкенбай батыр қайтыс болады. Ал түркмендер жағы Бөрі, Қылыш, Қахар батырларынан айырылып, Бердоғлы қазақтармен өзара келісімге келеді. Сонда түркмен батыры бұлай айтқан екен: енді түркпен келмейді, қазақтың жерін көрмейді деп уәде етеді. Міне осыдан кейін қазақ пен түркмендер арасында соғыс тоқтап, екі жақ келісімге келіп тарқаған екен. Осы сөзінде тұрған түркмендерге қарап, нағыз қайсар халық демеске амалың қалмайды. Расында айтқан сөзде тұра білу де ұлттың қаншалықты намысты екендігін көрсетсе керек. Түркмен ағайындарымызға татулығымыз мәңгілік болсын дейміз. Біз айналып келген түрік халықтары екенімізді ұмытпайық. Біздің арнаны көріп жүрген түркмен бауырларға қазақтар атынан ыстық сәлем жолдаймыз.